Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен 5-ші зертханалық жұмысты қарастырамыз. Тақырыбы аналогты датчиктерде сандық жүйеге сигналдарын енгізу. Жұмыстың мақсаты аналогты формадан сандыққа ауысатын сигналдардың түрленуімен танысу. Жұмыс электроник workbench бағдарламасын қолдану арқылы жалғасады. Бұл жерде біз операционды күшейткіштің көпірлік сызбасын қолданатын боламыз. Берілген сызбалардың бірінде сигналдың кірісіне кез келген жиілігі 1 кГц-тен тұратын 10 вольтқа дейінгі айнымалы кернеу амплитудасы бар айнымалы кернеу компараторын құрамыз. Осциллографтың көмегімен аналогты сигналды сандыққа түрленуін бақылайтын боламыз. Және сандық сигналдың параметрін өлшеу үшін олар неден тәуелді екенін анықтауымыз керек. Жұмыстың жаңағы есептеменің мазмұны біздің бұрынғыдай жасап жүргеніміздей болады. Жаңағы жұмыстың мақсатынан, отчет неден тұрады деген ғой, жұмыстың мақсатынан, орындалу тәртібінен, аспаптарды қосу сызбасынан, әрі қарай осы жұмыста жасалған жаңағы сызбалар, кестелер, осциллограммалар, соларды қою арқылы отчетты өңдейтін боласыздар. Енді аналог жаңағы аналогты датчиктердің сандық жүйеге сигналдарды өткізу процесі қалай жұмыс жасайды? Мысалы, аналог датчик дегеніміз не, сандық датчик дегеніміз не, қандай айырмашылығы бар? Мысалы, аналогты датчикті алатын болсақ, шығысы үздіксіз сигналдан тұрады. 0-ден 10 вольтқа дейін қабылдайды, 4-ден 20 миллиамперге дейін және 0-ден 5-ке дейінгі үздіксіз сигналдарды қабылдайды. Сигнал ұшуға сезімтал болады, чувствительный дейміз ғой. Дәлдігі төменірек болуы мүмкін, сонымен қатар ұзын кабельде кернеу жоғарылауы мүмкін. Сонымен қатар жоғалып та кетуі мүмкін. Бұл аналог датчикқа келетін болсақ. Енді сандық датчик. Сандық датчик қалай жұмыс істейді? Шығысы дискретті немесе сандық хаттамадан тұрады. 0 немесе 1 сигналын қабылдайды. Шу әсер етпейді. Дәлдігі өте жоғары, ақпаратты көп береді. Мысалы, температура, қателік, диагностика, сондай нелерді көп беріп отырады. Ауыстыру кезінде не нәрсеге назар аудару керек? Мысалы, датчиктің түріне. Егер ол температура, қысым, деңгей, ылғалдылық осы нелерді өлшейтін болса, олар аналогтан сандыққа ауыстыруға болады. Кей датчиктердің сандық эквиваленті дайын болады. Одан кейін басқару құрылғысы, контроллер арқылы қалай жұмыс жасайды? Ол үшін бірінші біз контроллерді тексереміз. Ол сандық сигналды қабылдай ала ма? Контроллердің кірістері болуы мүмкін. Жаңағы цифрлік, тағы немене, екі контроллер, мысалы, бұл жұмысты қабылдамайтын болса, онда біз конвертер қолдануымыз керек. Ауыстыру жолдары бар. Тікелей сандық датчикке ауыстыру, аналог сигналды сандыққа түрлендіру. Немесе ПЛК жаңағы контроллерлерін қолдану арқылы жаңарту. Егер жаңағы тікелей сандық датчикке ауыстыратын болсақ, онда біз екі аналог датчикті алып тастап, орнына Modbus датчигін, CAN датчигін, One-Way датчигін және сандық on-off датчигін қолдануымызға болады. Контроллерге тікелей жалғауымызға болады. Бұл ең дұрыс және сенімді жол болып саналады. Аналогты сигналды сандыққа түрлендірген кезде, егер сандық датчик табылмаса, онда біз оны аналогтан сандық түрлендіргішке аударамыз.
мысалы 0,10 вольтты біз сандық, 420 миллиамперді сандық, 0-ден 5-ке дейінгі вольтты сандық деп алуымызға болады. Және оларды кіріс құрылғылары арқылы, сандық модульдер арқылы қосуымызға болады. Сол кезде датчик өзгермей сол күйде қалады, бірақ жаңағы сигнал сандыққа айналып кетеді. ПЛК немесе контроллерді жаңарту үшін қазір мысалы ПЛК сандық датчиктерді қолдамаса, оны жаңарту керек. Мысалы Siemens Logo, Amron, Arduino деген жаңағы нелерді қолдануымызға болады. Бұлардың артықшылықтары неде? Жоғарғы дәлдікте, диагностикада датчик қайда бұзылғанын көрсетіп тұрады. Кабельдің ұзындығы маңызды емес бұл жерде. Жүйе сенімділігі артады және деректерді көп форматта жібереді. Қандай аналог датчик қолдануға болады? Температура датчик, қысым датчигі, потенциометр және деңгей датчиктерін қолдануға болады. Қандай мысалы контроллерге қосуымызға болады, иә? Жаңағы алдында айтқан ПЛК, тағы да көптеген осы заманға сай датчиктерді қосу арқылы осылай аналог датчиктерден осы сандық нелерге, сигналдарға ауыстыруға болады. Бүгінгі осы 5-ші зертханалық жұмысымыз осымен тамам. Келесі зертханалық жұмыста кездескенше қош сау болыңыздар.